Бекен ана туралы естелік. Аяулы анамыз Бекен Несіпбайқызы 1930 жылдары Ақсу өзенінің сағасындағы Қопа атты қасиетті мекенде ел басына күн туған ауыр кезеңде дүниеге келді. Ол балалық шағын бейқам күлкімен емес, жоқшылықпен бейнеттің ордасында өткізген ұрпақтың өкілі еді. Тағдыр оны ерте сейітті, еңбекке баулды, қиындыққа қайыспайтын сабыр мен төзімділікті артты. Сол қиын жылдар Бекен ананың мінезін қалыптастырып, өмірдің қандай сынағы болса да мойымай қарсы алатын қайсар жан етіп тәрбиеледі. Өз әкесі Несіпбай алыс жақынға кіре тартып, адал еңбегімен күн көрген, өз мал өзіне жететін еңбекқор жан болған. Алайда тағдыр оған ұзақ ғұмыр жазбады. Әкеден ерте айырылған соң анасы Рахима Есжан атты азаматпен шаңырақ көтерді. Есжан ата Рахима апайдың екі қызын өзінен туған Биби, Кенжекей деген перзенттеріндей мейірім төгіп ешқашан жатсынған емес. Бекен анамыздың бойындағы тазалық, ұқыптылық, кішіпейілдік, әдептілік пен инабаттылықтың қалыптасуына сол кісінің де еңбегі зор болды. Осындай кең жүректі, ақ пейілді азаматты жолықтырғанына Раббымызға қанша шүкір айтсақ та жараса. 1949 жылы 18-19 жасқа енді ғана толған Бекен Несіпбайқызы Қали Балтабайұлымен шаңырақ көтеріп, жаңа өмірге қадам басты. Анасы Рахима қызын Көшкентал мен Көлтабан арасындағы ауылға өз қолымен апарып, ақ батасымен ұзатты. Бұл қазақы тәрбиенің, аналық жауапкершіліктің, тектіліктің көрінісі. Төркінде 4 қыз болып өскен Бекен анамыз енді Балтабай әулетінің түтінін түтіп, ұрпағын көбейтетін ардақты анаға айналды. Алла Тағала бұл шаңыраққа 12 перзент нәсіп етті. Алғашқы қуаныштары Мәншүк атты қыз еді, өкінішке қарай сәби шетінеп кетті. Бұл жас отбасының алғашқы ауыр сынағы болды. Одан кейін дүниеге келген тұңғыш ұл Бауыржан бүгінде әулеттің ақсақалы болып отыр. Дария апамызбен бірге өмір бойы береке бірліктің үлгісін көрсетіп, үлкен әулеттің өсіп өркендеуіне еңбек сіңіріп келеді. Кейін дүниеге келген Омар мен Осман есімді егіздер де сәби күнінде мәңгілік сапарға аттанды. Одан кейін ұл Бақытжанды Есжан атасы бауырына басып, өз тәрбиесін алды, әулеттің тағы бір бұтағы болып өсіп жетілді. Бір ұлы Әділжан елге қызмет етті, кәсіпкерлікпен айналысты, кейін Ленинград қаласында өз шаңырағын көтеріп ұрпақ өсірді. Асқар деген ұлы медицина саласында ұзақ жыл еңбек етіп, әскери госпитальді басқарды. Апамыздың әсем қыздарының бірі Гүлбаран, Гуля, кейін қызметінде абыройлы еңбек етті. Одан соң дүниеге келген Асқат бауырымыз құқық қорғау және қауіпсіз саласында қызмет атқарып, ел алдындағы жауапты міндеттерді абыроймен орындады. Анамыз 1962 жылы Гүлбаршын деген тағы бір қыз босанды. Ол медицина саласында ұзақ жыл еңбек етіп, зейнетке шықты. Келесі қызы Ақмарал болса, бүгінде Америка Құрама Штаттарында тұрып, өз әулетінің берекесін арттырып отыр. Ал ең кенже қызы Анар дүниеге келген сәт Бекен ананың өміріндегі ең ауыр кезең болды. 17 жылдың ішінде 12 қосақ көтеру, кез келген ананың көтері бермейтін жүк. Анар дүниеге келер сәтте Бекен анамыздың жағдай күрт ауырлайды. Өзінің бұл сынақтан аман шықпауы мүмкін екенін сезген ол, сіңілісі Кенжекейді шақырып алып, «Бауырым, егер мен бұл дүниеден өтіп кетсем, Анарымды Үмітай әпкемізге жеткіз. Оған айтар сәлемім, қызым аман қалса, өз қызындай бауырына басып, бағып қақсын, ал олай-бұлай болып кетсе, оған екі дүниеде де разымын» деп аманатын тапсырады. Көп ұзамай Бекен анамыз мәңгілік сапарға аттанды. Сол кезде Анардың туғанына небәрі 40 күн ғана болған еді. Бекен анамыз дүниеден озғанда үлкен ұлы Бауыржан бар болғаны 14 жаста болатын. Бауыржан ағамыздың естелігі бойынша анамыз өте жайдар мінезді, сабырлы, қонақжай, қолы ашық, ерекше бала жан болған. Бірде Бауыржан ауырып жатқанда көз жасын тия алмай, «Я Алла, баламды алмай-ақ қой,
егер бір жандалар болсаң, мен ал деп тілек еткен екен. Осы бір ауыз сөздің өзі-ақ ананың жүрегі қандай болатынын айтып тұр. Өмір бойы ол өз бақыты үшін емес, отбасының бақыты үшін өмір сүрді. Балаларына ешқашан жыртық киім кигізбеді, жары Қалидың ақ жағасын кірлеткен жоқ. Үлкенге құрмет көрсетіп, кішіге мейірім төкті. Қонақ келсе, дастархан жайып ақ батасын алуға асығатын. Жақсылық жасауды міндет емес, өмір салты деп білді. Сондықтан да Бикен анамыз дүниеден өткен күні оны ақтық сапарға шығарып салуға ауыл аймақты өлшін алды. Бұл адамның байлығы дүниесімен емес, артында қалдырған жақсы атымен өлшенетінінің дәлелі. Бүгінде Бикен ананың артында үлкен әулет қалды. Балалары, немерелері, шөберелері бәрі де оның жалғасқан ғұмыры. Ұрпағының жүрегінде бір ғана өкініш бар. Ол осынша ұрпақты дүниеге әкелген ананың солардың қызығын ұзақ көре алмай кеткені. Алайда мұсылман үшін өлім өмірдің соңы емес. Бұл мәңгілік өмірге бастайтын жаңа сапар. Алла тағала Бикен анамыздың жатқан жерін жарық, мекенін жәннат етсін. Артында қалған барша ұрпағына ынтымақ, бірлік, амандық пен береке нәсіп етсін. Әумин.